Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы нафталин дифенилаламент системасының балқу диаграммаларын құру. Қажетті құрал жабдықтар. Арнайы фазалық тепе-теңдік оқу зертханалық модулі. Және де әртүрлі құрамдағы нафталин мен дифениламент қоспалары бар ампулалар қажет. Және де датчикке қосылатын кабель. Ең алдымен ампуланы модульге қосып, жылыту аймағына орналастырамыз. Модульді желіге қосып, кинетикалық эксперимент бөлімін таңдаймыз. Салқындату қисығын жазу кезінде өлшеу интервалы 3 немесе 6 секунд, ал жалпы нүктелі саны 200 болу керек. Ампуланы орналастырған соң, нагревті 3 немесе 5 деңгейге қосамыз. Ампуладағы температура 90-95 градусқа жеткенде, қоспа толық еріп болған соң, жылыту аймағын өшіріп, ампуланы салқындату аймағына ауыстырып, араластыру және салқындатуды максимумға қосамыз. Старт, яғни бастау батырмасын басып, мәліметтер автоматты түрде жазуды бастайды. Бұл бізде алғашқы ампуламыз. Ескерте кететін тағы бір жайт, ампулаларды 100 градустан жоғары қыздырмаңыз, әйтпесе олар істен шығуы мүмкін. Бір уақытта бірнеше ампуланы модельге қосуға болмайды. Яғни әрқайсысын жеке-жеке қосуымыз қажет. Мінеки мына жерде қарасаңыздар салқындау қисығы жазылып жатыр. Кристалдану түзілгеннен кейін стоп, яғни тоқтау батырмасын басып, мәліметтерді, график, кесте түріндегі мәліметтерді жазып аламыз. Мінеки мына жерде қайта кристалданғанын байқауға болады. Басқа ампулалар ішінде дәл сол тәртіппен салқындату қисықтары жазылады. Мына жерде номер 2 ампуланы жылыту, яғни қыздыру аймағына қосып, қыздырып аламыз. 90-95 градусқа жеткенде қоспа толық еріп болған соң, ампуланы қайтадан салқындату аймағына қосып, араластыру және салқындатуды максимумға қосып, салқындатамыз.
Номер 2 ампуламыз бізде 40-45 градуста толық ериді. Дәл сол секілді тағы да 10 ампуланың салқындау қисықтарын жазып аламыз.